Мен қалай үйде жатып ақша таптым? Иә достар, бүгін мен сіздерге өзімнің телеграм арқылы қанша тапқанымды айтып беретін боламын. Видео қызық болады деген ойдамын, сол үшін арнаға тіркеліп лайк басып, подписаться кнопкасын басуды ұмытпайық достар. И видеоның соңында мен сіздерге қанша тапқанымды айтатын боламын достар. Ал ондай болса видеомызды көп созбай бастайық. Телеграмнан ақша табу деген ой маған 1 жыл бұрын келген болатын. Менде просто қарапайым схема болған. Подписчикті жинап алып, аккаунтты сатып немесе реклама алып ақша тапсам деген ой болды. И мен солай каналдар ашқан болатын. Жай каналдар емес, аниме каналдар ашқан болатын. Бұл емес, кешірім сұраймын. Міне осы. Вот это поворот! Каналдар ашып болғаннан кейін маған ендігі мақсат ол подписчикті жинау еді. И мен бұл жолда тағы бір схема таптым. Бұл енді гениальный схема. Мен жаңадан шыққан анимелердің бәріне каналдар ашып қойдым. И ішіне сол анимелерді салдым. И каждый анименің астына өзімнің ссылкамды қалдырдым. И менің чудо планым бойынша, егер де бір каналым атып кетсе, 100-дің бір 30% сол ссылка арқылы өтіп, менің главный телеграм каналыма кіріп, аниме қарайтын болғанда, менің барлық каналымда подписчик көп болатын еді. И мен 1 жылдың ішінде тек осындай 700 подписчикі бар канал ғана жинадым. И мен осы жерге барлық анимелерді жинап, өз каналдарыма ссылка қалдырған болатынмын. Ал аниме каналдарда, естественно, мына каналға ссылка қалдырған болатынмын. Ну, енді мына каналға қалдырмағам. Өйткені қазір ол іспен айналысып жүрген жоқпын. Мен басында 100-ден астам канал ашам деп ойлаған едім. Но оказывается, телеграмда бір номерге тек 10 канал ашылады екен. И менің 100 канал ашам деген идеям жоқ болып кетті. Вирсус, сенің бұл идеяң провал ма десеңіздер, жоқ, менің бір каналым атып кеткен болады. И мен сол каналдан ақша тапқан болатынмын. Бұл канал аз уақыттың ішінде 2000 подписчик жинап алған еді. Қазір 8000-нан көп. Бір күнде 1000-нан 2000 арасында просмотр жинайды. Бұл менің каналдарым ішінде ең удачный канал десем де болады. Ендігі біздің жұмысымыз рекламодательдерді күтіп, олардың ақшаларын санау ғана қалды. Нет. Менің чудо каналымнан ешкім реклама алғысы келмегендіктен, мен өзім реклама алушыларды іздеген болатынмын. Жалпы өзің рекламаңды ешкімге тықпау керек, енді өздері керек болса өздері жазады. И мен Google'дан RCN тауып алдым. Рекламный сеть Яндекса. Бұған кіру үшін сенде 1500 подписчик пен аккаунтыңның ашылғанына 3 айдан асу керек. И бізде бұл шарттар орындалғаннан кейін аккаунтыма рекламалар шығып бастады. Мінекей осындай. Күнде жалпы 3 реклама салынады. И мен осылай толтырып рекламалар салып тастаған болатынмын. Бұл жерде ақша $150 шығарылады екен. И мен сол үшін $150 шейін ақшаны жинадым. Көріп отырсыздар, марттың 1-інде мен ашқан болатын. И менде тек $7 жиналды. Ну, одан кейін айлар жақсы жинады. Енді ол 2 есе көп, 3 есе көп жинады. И мен тоқтатқан жоқпын бұл жұмысымды. И каждый реклама астына пост болу керек. И мен осылай толтырып пост жинап тастаған едім. Мұнан бәрін салып шықтым мен. Айтпақ жаңа рекламалар. Яндекстің өзі бот салып тұрады автоматически. И біздің мақсат тек рекламаның астына өзіміз постын салып тұрсақ болды. И солай біздің кошелегімізде ақша жиналып тұратын еді. Бірақ бұл енді подписчиктерге ұнамады. Өзімде реклама шыға берсе мен енді шығып кететін бұл каналда. Но көп бөлігі қалды. В основном орыстар еді. Но сонда да айып етпеңіздер. Жалпы Россияда ақша аз төлейді. И мен басқа варианттарды қарадым. Бірақ көбісі Россия аумағында болғандықтан мен оларға қосыла алмадым. Но маған бір күні бір рекламодатель жазып тұр. И мен бұл моментте 1 жыл бойы күттім десем де болады. И маған ойының рекламасын жібереді и бағасын сұрайды. И мен ойлана келе 2000 рубль сұрадым. Ол жоқ болып кетті. Жота қорқа бастадым енді. Көп қымбат айтып қойдым деп ойладым. Бағаны түсірейін ба деп ойладым. Но сонда да күнде реклама алып жүрген адамдар құсап, до конца түр бермедім. Ол айтып кетіп ақшаны қайда аударамын деп сұрады. Каспи номерін жібердім. И ол маған крипто анау мынау, крипто аударды. И мен бұл ақшаны вообще шығара алмадым. YouTube'тан қарадым, ChatGPT'ден сұрадым. Біреу көмектесе алмады енді. Ананы қалай аударғанын білмеймін енді. Өзім аудара алмадым. Но потом басқа да рекламалармен келген болатын маған. И басқа да адамдар келді. И мен сразу ақшаларды Каспиге аудартып алдым. Басында неге сонда аудармадым деп ойланам кейде. Ну, кеткен зат кетті. Ендігі бәрін мазалап тұрған сұрақ, Вирсус, сен қанша таптың деген. Россияда менің жинаған ақшаларым $150 жетпей, ай сайын артқа шегеріле берді. И потом мен оларды наконец-то шығарып алдым. И барабанный дроп. Я мен Россиядан 98 000 теңге алдым. Ал қалған ақшалар келесі айға есептеп кетті. И олар $150 жетпеген. Примерно 40 000 теңге жатыр Россияда. Ал реклама келетін болсақ, мен рекламалардан Binance'тағы $21 есептемесе 7000 рубль тапқан болатынмын. Теңгемен 46 000 теңге екен. Видео сіздерге қызық болды деген ойдамын. Сіздермен болған Вирсус. Бүгін мен сіздерге үйде жатып телеграмнан қанша тапқанымды айтып берген болатынмын. Видео қызық болды деген ойдамын. Ондай болса қош, сау болыңыздар.